Айтып жіберіңіз, аты жөніңізді. Мен Абжаппар Жомарт 68 жылы Қызылордадан келдім. Осы мен 6-7 рет болды келгеніме. Диагнозыңыз не еді? Ол баста сол давление, высокий давление, кәдімгідей жұмыста отырып, жүректен құлап, сондай не болған тұғын. Әр жерде емделіп көріп, нәтиже болмағаннан кейін осы детоксқа келіп, кеңсе компаниясына кіріп, ол баста бірден кіріп, биодобавканың бәрін үстінен енді пісім рәсін бірден детокстан бастадым. Ол кезде не жоқ, осындай 5 рет фитозан, антиливидный шай ішіп келу деген. Бізден бірден кіріп кеткенбіз ол кезде. Содан бірінші келгеннен бастап уже результат болып, содан күні бүгінгі дейін вообще жаңағы ешқандай аптечный дәрі ішпейміз. Осы нешінші келуіңіз? Осы мен 7 рет келген. Сонымен нәтиже өте күшті. Осы келмесек сағынып тұрмыз. Келіңіздер, өте күшті. Рахманқұлованың бір өзіне, бір адамға емі. Айтқан сөзіне дейін гимнастика болса да, су керемет, бассейн керемет. Келіңіздер, өкінбейсіздер. Ешқандай мынау аптечный дәрі дегенді ұмытасыздар. Кәдімгі салауатты өмір салтына көшесіздер. Рахмет. Алла разы болсын сізге.